Ассалаумағалейкум достар, сіздермен темірлаңыздар арнасы. Бүгін біздің арнамызға 4000 оқырман толды. Ендеше мен сіздерге уәде бергенімдей достар, сұрақ жауап видеосын түсіремін дедім. Ендеше кет. Сұрақтарды оқымастан бұрын достар, қараңыздар, мындай үлкен немен біртүрлі екен достар сөйлеу. Өзіме қарап сөйлеп жатырмын, сондықтан сәл-пәл біртүрлі, сондықтан сәл-пәл қобалжуым мүмкін. Мән бермейсіздер. Біздің бірінші сұрағымыз достар қазақ Про арнасынан келіпті. Досым қанша ютуберлермен видео түсірдім дейді. Яғни достар, ютубер деп айтпай ақ қояйық, бүкіл адамды санағанда қанша ютуберлермен бірге санайық достар. Након, Пикош, Денис, Еско, Ерко, Санкрат ішінен Аликош, Аян, Ақжол, Мико, Сартай және ең жақын достарыма Бетбұрсақ, Алмас, Тако, яғни қазақ Про сен, содан кейін Ерсұлтан, Жанелия, Сако, Асик, Асылмұрат, Рахаблокс және Ипрокс достар. Мен 18 адаммен бағанағыдай не дейтін еді, коллаб жасаппын. Осы менің арнама түсіпті достар. Екінші сұрағы және де жақында қандай мықты контент жасайсың дейді. Енді оны көреміз бұйырса достар. Контенттер ойынға байланысты достар. Мен ойнай алатын ойындар түсірсем, ойнай алатын ойындар шықса түсіретін боламын. Енді басқалары қиын маған достар түсіру. Сондықтан көреміз енді алдағы уақытта. Қашан басқа ютуберлермен видео түсіреміз дейді. Бұйырса болады достар. Бұйырса енді көреміз. Енді бір коллаб қарасам, көп адам жауап бермейді, барлығы игнорға тықпайды. Содан солай. Бірге қашан стрим дейді. Келесі. Екінші Нұралы кезеттен менің сүйікті подписчигімнен кетті. Сіз қай қалада болғыңыз келеді дейді. Мен Қазақстанның көп қалаларында болдым. Оны санайтын болсақ, Таразда, Павлодарда, Ақтөбеде, Оралда, Астана және Алматыда қалаларында болдым өзім. Енді басқа қалаларға баруға желание бар. Мысалы, басқа елдегі қалаларға, мысалы, Таиландтағы, Бангкокқа, бағанағыдай Эмираты имам, ОАЭ ма, содағы Дубайға, сондайшы. Енді білмеймін, оларға бұйырса баратын шығармыз. Сіз телефонмен РБ ойнайсыз ба, әлде компьютермен ба дейді. Мен ешқашан достар РБ-ны өзім отырған кезде ойнамаймын достар, тек видео үшін ойнаймын, болды сіздерге. Осы үшінші сұрағы, сізге қанша лайк бассын дейді. Маған 2000 лайк бассаңыздар достар риза болып қаламын. Өйткені біздің лайкымыз тек 1700-ге дейін барды бір видеода. Ал былай жетпепті. Сіз қай футболшының фанатысыз дейді. Мұхаммед Салах достар. Осы сұрақты мына рет қойды достар, қараңыздаршы. Стрим қашан деген достар. Стрим қашан болатынын мен Телеграм арнама кіріңіздер, мына жерде тұр, Телеграм арнама кіріңіздер. Сол Телеграм арнада сіздер біле аласыздар. 1-2 күн бұрын айтам сіздерге, осындай кезде стрим болады деп. Үшінші Сәбиден келіпті. Сәби ма? Саби ма? Сабина деген сөз сияқты ма? Солай ма? Біреумен ұрсып боқтасып қалған кезің болды ма дейді. Ондай болады достар, жігіттің басына не өтпейді деп қояды дейді. Ондай болады енді, білмеймін деп. Өзім боқтаған неге жақтыртпаймын достар. Бетеміз. Ебайт бизнес. Енді қырылу деген ол часто болып тұратын нәрсе. Мен қашан сериал түсіресің дейді. Мен түсірдім достар, сіздер тек қолдасаңыздар болғаны достар. Бұйырса қолдап жатсаңыздар, мен ары қарай түсіре берем. Тек сіздер қолдасаңыздар болады. 4000-ға жеткенде тойлайсың ба дейді. Осы емес па тойлағанымыз? Сұрақ жауап, өзі тойлағанға жаздым ма, әлі жатпай ма? Білмеймін короче. Төртінші Райым Блокстан келіпті. Қанша дұшпаның бар дейді. Қанша дұшпаның? Менде дұшпан жоқ, шын айтайын достар. Мен андайда бір адамға ренжеймін, бір адамға ренжісем, оны қайта ұмытып кетемін. Мен бір күн кесіре салам короче. Андай дұшпан болып жүрмеймін ешкіммен. Қашан коллаб дейді, енді бұйырса болады достар. Мен ютуберлерге жазамын достар, олар маған жауап бермейді достар. Жауап берсе де бұйырса дейді салады, сосын білмеймін, болмай қалады. Ерекше қабілетім бар ма дейді. Ерекше қабілетім өтірік жылай аламын достар, сол қабілетім бар, өтірік жылай аламын. Нешінші сынып бітіресің дейді. Мен 9-шы сынып бітірдім, 8-шы сынып бітірдім, мен 9-ға өтем. Бұйырса 11-ге дейін қалам деген ойда бар енді. Қараңғыдан қорықпаймын, өзім басым. Және де түсінде сөйлейсің ба дейді. Сонда деймін да, түсінде сөйлегенде қалай ол
түсінде сөйлейсің ба дегенде, ол мен қалай ойлаймын да түсінде сөйлейтінімді. Қасымдағылардан сұрайын ба әлде? Жоқ, бірақ өзім жалғыз жатамын, сондықтан білмеймін енді. Мен короче ұйықтаған кезде ұйықтаймын, тұрамын, болды. Ешқандай түс те көрмеймін, сөйлемеймін, жүрмеймін. Короче, лунатиктім жоқ менде сондай. Шүкір Аллахым. Жетінші, не үшін каналың Темірлан KZ дейді. Қалай айтсам болады, ол Темірлан KZ деген мен шын атым Темірлан. Оған KZ жалғай салғам. Али KZ аты Алик та, Алик KZ, Али KZ деп салған. Оны бәрі Алик деп кеткен да. Солай. Сосын 8-ші сұрағы, қашан донат саласың дейді. Robloxқа ма? Robloxқа бұйырса салам деп айта алмаймын ше. Robloxқа ақша бар оны не істеймін? Онда жақсы заттарға жұмсаңдар, достар. Robloxқа ақша саласың, ол Roblox салады, достар. Басқа скин мықты көрінбейсің ғой. Былай да таба берсем болады. Қандай ойындарды ұнатасың дейді. Мен хоррорларды ұнатамын, достар. Хоррор, короче, қорқып отқан кайф қой негізі. Былай ойындарды мен сәл ойнай алмаймын. Неге екенін білмеймін. Хоррорлар жақсы ұнайды маған өзіме. Так, және қандай ютуберлер саған таныс дейді. Қазақ ютуберлердің көбісін көремін, достар. Мадияр Пернебай, Алик KZ, Кана, Алик KZ-тің қасында кім жүр, солардың бәрін көремін. Алдыбақанды часто көріп тұрамын, енді кейде көрмей қалатындарым бар, көретіндерім бар деген сияқты. Келесі мынаның аты қандай? Жаншюкстан келіпті. Енді атын оқи алмаймын, кешіріңдер. Жаншюкстан келіпті. Ол 1-2 сұрағы. Ең жақсы көретін, немесе жеп көретін адамың деген сұрақ қойыпты. Менің жақсы көретін адамым әрдайым шыншыл болып, адамдарға ұнау үшін емес, өзі үшін өмір сүретін адамдар. Және мынандай адамдар ұнайтын, біреуге жақсылық жасайды, одан қайтарым күтпейді. Алла үшін жасайды барлығын. Бұндай нәрселер ұнайды маған, сондай адамдар ұнайды. Ал ұнатпайтын адам, ең жек көретін адам әрдайым өзін ойлай береді. Эгоисттер, сосын біреуді қолданып кетіп, анау-мынау артынан сөз сөйлейтіндер, солар енді ұнамайды маған өз басым. 3-ші және 4-ші сұрақтары, сүйікті подписчигім және ең көп лайк алған подписчигім ол Нұралы. Оның 2-ші орында Райым Блокс, 3-ші орында тағы нелер бар, енді оны білмеймін. 3-ші орында бір адам болған, енді 3-ші орынға қою қиын. Екі орында білем, ол Нұралы біріншісі, 2-шісі Райым Блокстар. Мына жерде ме? Көрсеңіздер болады, тіркеліп кетсеңіздер де болады. Келесі Вертиктан келіпті. Досың көп па дейді. Өте аз десең де болады, достар. Шын өмірде де бағанағыдай интернетте де менде өте аз достар. Мен шын өмірде 2-ақ досым бар. Интернетте примерно 3-4 досым бар шығар, болды. Ең жақсы көретін және жеп көретін жануарың дейді. Маған негізі ұнайтын жылқы ұнайды, маған жылқы өзіме жақсы ұнайды. Енді жаман көретін достар бәріңізге сондай шығар. Өрмекші достар, өрмекші міне тұр ғой, міне. Денен түркеніп кетеді достар, өрмекшіні көргенде. Еще ана жемістердің араларында жатып алады. Ана жерде не дейді мынау? Қай қосықтан шабыт аласың дейді. Енді қателескен болу керек. Мен музыкадан шабыт алмаймын достар. Өзімнің бұрынғы видеоларымды қосып қоямын. Сол бұрынғы видеоларымды қараймын да, просто кайф ұстаймын. Қайттан видео түсіруге желание ашылып кетеді. Келесі Ронаблокстан келіпті. Хейтерлерге айтқан келген сөз дейді. Хейтерлерге айтқан келген сөз аман жүріңдер, аман болыңдар. Подписчикке айтқан келген сөз рахмет деп айтқым келеді. 4 подписчик деген ол үлкен не ғой, негізі сан ғой. Ең үздіксіз оқитын сабағың дейді. Мен короче озатпын достар, отличникпін. Сондықтан енді үздіксіз деген жоқ екен. Келесі Ясинушка де ма? Ясиннен келіпті, Ясин Кюбл де ма? Сен қай ауылда тұрасың дейді. Мен ауылда тұрмаймын достар. Мен қаланың шетінде тұрамын. Ауылда тұрмаймын. Ютубтағы арманың дейді. Ютубтағы арманымды айтуға болмайды дейді. Арманды короче орындалып алайық, содан кейін айтамыз. Енді орындалған армандар енді осындай кереметтей күнге жеттік деген сияқты ғой. Ол арман орындалды, басқа білмеймін. Сен ютубтан не үшін бастадың дейді. По приколу бастадым. Так, және келесі неше сұрақ болып кетті уже менде. Так, юзерден келіпті. Сен үшін
кешір. Бірақ мен мынаны таңдаймын. Аликезовтан сұрақ келген ба? Фейк екен ғой. Саған не маңызды? YouTube па? YouTube'дан басқа дейді, не маңызды дейді жұмыстан? Мусор төгу. Ең ұнатқан ютуберім Аликезет әрине. Ең жақын досым. Енді біреуін айтсам біреуі ренжіп қалады. Бірақ енді Алмазды айтайық. Және Райым тағы 3 каналмен жазған ғой. О алла. Бірден жауап беріп кетейік. Барлығына қосып. Қазақ Промен қалай таныстың дейді. Оны Қазақ Проның өзі айтсын онда. Жақсы көретін жабайы жануарын дейді. Жақсы көретін жабайы достар мініп тұр. Піл ғой, піл. Так, саған қай клуб ұнайды дейді. Маған ба Манчестер Сити ұнайды. Манчестер Сити, бірақ Манчестер Юнайтедте ұнайды маған негізі. Манчестер Юнайтедтің Салах жүретін бар емес пе? Салах, Эндерсон ба? Неде тұратын? Баратарда кім еді? Алисон, Эндерсон деп пе? Алисон тұрады, короче. Алисон Беккер деген. Сол Баратарда тұратын кезде ұнайтын Миуда. Криштиану Роналду болған кезде Юнайтед ұнайтын. Негізі бұрыннан Манчестер Ситидің фанатымын. Одан видеоларынан көрсеңіздер болады. Мен Манчестер Ситимен ойнаймын. FIFA-да. Сондықтан солай. Қазақстанда танымал жоқ, мен Қазақстанда ешкім танымайды. Сондықтан ойламаймын бұлай. Ең сүйікті тамағың дейді. Мен барлық тамақты жей беремін, сіздер ешқандай талғамым жоқ ондай. Алдыма не қояды, соны жеймін. Болды. Және де сенбеуіңіз мүмкін, бірақ гречка маған ұнайды қатты. Ең бірінші жүктелген видео дейді. Ең бірінші жүктелген видео 2019-да ғой. 2019-да достар. GTA түсіргем достар. GTA дегенде қандай? Телефондағы оригинал емес нелер ғой. Клоун версиялары ғой. Және де ең бірінші атым ба? Тіпті білмеймше, бірақ ашқан кезде, аккаунт ашқан кезде Темірхан деп хан дейтін қит болды сол кезде. Сол кезде қойғам. Біреуді алдап көрдім бе дейді. Майнкрафтта бұйырса болатын болар просто. Майнкрафт бола ма дейді. Майнкрафт болады я бұйырса. Көреміз енді. Просто Майнкрафт түсіретін болсаң, Roblox ойнайтындар көретіндер ренжиді. Деп күліп көрдім ба дейді. Қазір күлдім ғой да. Саған YouTube неге керек дейді. Саған ауа не үшін керек болса, маған YouTube соншалықты керек. Сондықтан осындай достар. Осымен сұрақтар бітті деймін да. Иә, бітті достар. Осындай сұрақтар бітті достар. Сіздерге рахмет. Осындай сұрақтар сон сұрақ қойып тапсыздар ғой кәдімгідей. Осындай сұрақтар қойдыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет достар. Давайте келесі цел достар. 5000 подписчик. Сондықтан давайте 5000 подписчик смело жүргізсек. Сау болыңыздар. Сіздермен чорнаңыздар арнасы. Осындай сұрақтарды осы видеоның да астына жазуға болады. Келесі сұрақ жауапта түсіремін достар. Және менің мисыздар тобы бар. Достар, сол мисыздар тобына мисыздар тобына достар қосылсаңыздар болады. Ояқ жақта мына ережелерге сай келсеңіз, сізді қабылдайтын боламыз. Давайте достар, сіздермен лайктарыңызды басыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен чорнаңыздар арнасы және подписчиктер.